Азулылар әулеті. 30 бөлім. Қызыр кешке саяжайға шақырды. Жаңа бастығың жиынды үйінде өткізбекші ме? Билік сонда, не айтса да қылдық. Шын айтасың ба? Жоқ, бұрынғы жерде жиналамыз. Жаңа өзір кім екен? Саған кім хабарласты? Өзі хабарласты. Рас па? Әуелі өзіміз жеке сөйлесейік. Жиынды қайта құрайық деді. Жиынға бүкірді әкелмекші ме екен? Қалай өзгертпекші екен? Оны Өсірамен кездесуге барам. Өсіраға айт, өзі келсін. Ильястың үйіне бармайсың. Ильяс үйінде жоқ әке. Ол болса бармайым ғой. Бармайсың дедім. Жарайды, ұқтым. Өзілемнің оққа қарыларын айт. Алпарслан қызыма жақындаушы болмасын. түсінбедім. Түсінбейтін түгі жоқ. Алпарслан бір сөз айтса, өзілемнің көз алдында атсын. Сабақ болсын оған. Сабақ оқып отырсың ба? Иә. Лондонға кетесің бе? Жоға. Ал, онда қандай сабақ? Көкемнің шаруасы. Ақша аудару керек бе? Не болды? Әулеттің бүкіл есеп қисабын маған тапсырды. Кешке жиын өткізеді екен. Осы сен көкеңе заланып жүрген сияқтысың. Негізі мен сізге заланып жүрмін. Жайшылық па? Фахри туралы қашан айтпақшысыз? Кездескендеріңізді білем. Білетініңді мен де білем. Көкем біле ме? Сұрамадың ба? Жоқ. Міне сен нағыз жігітсің, Алпарслан. Невзат аға, мені мақтап жауаптан қаша алмайсыз. Егер де сен Фахри комитеттің адамыма деп күдіктеніп жүрсең, қателесесің. Ол менің ескі танысым. Бұл іспен айналыспастан бұрын мен де көше кезіп жүргім. Иә, Фахриді түрмедегі көкеңнің жанына орналастыру да біздің жоспарымыз. Қамаудан шығару да біздің жоспарымыз. Тіпті қамаудан шыққан соң көкеңнің жанында жүргені де біздің жоспарымыз. Бірақ ол комитетші емес, солай ма? Сен мені сатпадың. Жанымда жүрсің. Осында екенімді Ильяс ағаң білмесе де, сен білесің.
барлық жоспарымызды білесің. Сонда сен комитетшісің бе? Шахин ағаның келіспейтінін білгем. Бірақ оған айтпасам да болмайтын еді. Шахин аға келіспесе, онда жиында біздің жақтан бір адам емес, 2 адам жетіспейтін болады. 2 адам ғана емес. Ол жерде көп нәрсе өзгереді. Аға, неге жұмбақтап сөйлеп отырсың? Себебі біз жиында емес, қоймада отырмыз. Бұл жердегі шешімді жиында айта алмайым. Ал, жиында шешімді осында келіп айталам. Басеке, мен бар деп айта алмай отырсың ба? Мен тәубеме келдім. Көрдім, Сервет. Көрдім. Аға, бір нәрсе сұрайыншы. Мысалы, Уналдың өздері бар. Яғни, қолбасшының өкілі сияқты. Ара қатынасты реттеп отыратын. Ал сенің өздерің кім болады? Кім болушы еді ниште? Сәлім аға болады да. Сәлім туралы не айтасың, Ильяс? Аға, мен Сәлім ағаны сыйлайым. Бірақ ол аңғал адам. Бауырының ықпалында кеткен адам. Мен сенен Сәлімді сұрап отырмын. Ал сен оны бауырының ықпалына кеткен дейсің. Бұл не деген сөз? Сенде бауырыңның ықпалына кетпе деген сөз. Жоқ аға, сенде қай-қайдағын айтасың ау. Өздері керек болса, бас кесіп, үстелге қояды ғой. Соған қарап, Сәлім аға бола алмайды дейм.